Айтыңызшы сөзің ана жерде. Қойшы бауырым, не болды саған? Екіде бір болды, не болады? Сен құжатын көрсетші сен. Құжатын көрсетші. Құжатын көрсетші. А? Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Тыныш па? Тыныш қой, тыныш болмай жатыр ғой, сол мына кісі маған басымды ауыртпашы деді ғой. Тыныш па? Қолын жинашы. Шықшы сыртқа қарай. Бас киім киіп шық. Сендерге адам құсап сөйлесуге болмайды ғой деймін, ә? Көріп отырсыздар ғой, адам біреуін ұрып өлтірейін деп жатыр ана жерде. Алейкум ассалам. Бас киім киіп ал. Ол бас киім киеміз қазір. Мен саған адам құсап, алейкум ассалам. Мен де сізге түсіндіріп айтып отырмын, отыра бер. Жай сөйлесейші енді. Мен сізге түсіндіріп айтып Көріп отырсыз ғой ана жерде қырқыс болып жатыр. Адам мен адам бездесте отыра бересіздер ма? Выезд бойынша келіп тұрмыз. Какие бірден 100-ке звондасын болды келеді. 100-ке звондап отыр, ана жерде өлтіріп қояды тағы да біреуді. Енді отырсыз ғой артта, енді кіріп бара жатсыз. Қалай? Бері кел бер. Не дедің сен? Басым не дедің? Бері кел бер. Не дедің жаңа? Мен выезд басымды қырықпаш дедің, не дедің? Мен выездқа келіп Дұрыс тұрмын берді ғой. Ола берсін ona. Көрдің бе сөйлеп тұрған бұның? Бері кел бер, жоқ. Бері кел бері қарай. Сен іште отырсың, енді қашып кеттің. Сіз жұмыста жүрсіз ба? Мен водителмін. Бұған мен қатысым. Құжатыңыз көрсетіңізші. Ана кісі кім? Танисыз ба атын? Кім аты? А? Жігер. Жігер? Маған жаман сөйлеп кетті анау. Олжабай Бағарыш жүргізуші. Олжабай Бағарыш Жұмабекович, аха. Құр отыр ғой артта, жұмыс істемей. Енді мен келгеннен кетіп бара жатыр. Түсініп тұрмын, я бұл жерде өлім жітім болып отқан түсініп отырмын мен. Бірақ ана жерде ана екі адам кәдімгідей жағаш ұстасып жатыр. Енді бұл жаққа кіріп кетті. Жоқ, неше адам кірді мына жаққа қарай? Бұл жаққа екі адам, үш адам кіріп кетті. Екі-үш адам кіріп кетті. Дұрыс па? Түсініп тұрмын болды. Бізге осымен келдік па бұйызбен? Түсінеміз бізде. Мен сіз түсініп отырмын, бірақ жаймен сөйлеуге болады ғой. Мен білмеймін ғой бұл жерде не болып жатқанын. Біздердің мақсатымыз сіздер формамен отырсаңыз сіздерге жүріп келеміз, сіздер жұмыста жүрсіздер. Сол үшін форманы беріп қойған сіздерге, что полиция білу үшін, полиция екен. Ана жерде екі адам қырылып жатыр бірмен, өледі тағы да бір ана жерде қазір. Бір удармен өліп қалуы мүмкін, адам құласа, басын ұрып алса. Жолға тұрып алған әне, көріп отырсыздар. Бір-бірін боқтасып жатыр, ана жерде кетіп жатыр. Бір-біріне ар жазайын деп жатыр уже. Біреуді соққан ана машинамен, балаларды соқты деп жатыр. Мен түсірмей, видеоға түсірмей адам құсап сұрадым, бос отқасын, бос. Или сыртта тұрсаңыздар хотя мен демес едім. Сізге претензия бар ешқандай. Алла енді күтіп отыр енді. Мен ар жақта бір проблема болып жатыр, ұрыс керіс. Әйелдер бір-біріне қырылысып жатыр. Сосын келіп мына жерде полиция артында отырғанға сұрасам, маған кәдімгі айқайлап сөйлейді. Басымды ауыртпашы деп кетіп қалды жаңа еще. Сол жалпы міне осылай жұмыс жасайды біздегілер. 17.36 көңіл. Артында отыр тығылып, білмеймін не істеп отқан. Мен жұмысқа баратырмын деді, кіріп кетті, шығып кетті содан кейін ішке қарай. Жаңа не деп айттыңыз? Айтыңызшы сөзің ана жерде. Қойшы бауырым, не болды саған? Екіде бір болды, не болады? Сен құжатын көрсетші сен. Құжатын көрсетші. Құжатын көрсетші. А? Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Тыныш па? Тыныш қой, тыныш болмай жатыр ғой, сол мына кісі маған басымды ауыртпашы деді ғой. Тыныш па? Қолын жинашы. Құжатын көрсетші сен. Бас киім қайда? Жігер ма анаң аты? Жақсы. Ремень тақсышы, ремень тақпайсың ба? Мынаған хаттама толтырамыз сен. Ар жақта таққан екен. Арттағы екі таққан жоқ қой не? Екі таққан жоқ қой не? Пожалуйста.